Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қазанның қақпағында жасалатын тандыр нанды жасап көрсететін боламын. Өте дәмді, небәрі 15-20 минуттың ішінде пісіп шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы суға 1 ас қасық ашытқы және 1 шай қасық қант салып араластырып 5 минутқа бетін жауып қоямыз. 5 минутта көпіршіктеніп тұратын болады. Онды міндетті түрде илеуіштен өткізіп алған дұрыс. Ортасын осылай ашып, жаңағы сұйықтығымызды құямыз. Одан соң тұз қосам және сұйық май қосып, араластырып, жұмсақ қамыр елеп аламыз. Енді осы қамырымызды пищевая пленкамен бетін жауып, ыстық жерге 1 сағатқа ашытуға қойып қоямыз. Міне 1 сағаттың ішінде осылай әдемілеп көтерілді. Кішкене ұн қосамыз да, қамырымызды домалақ қылып илеп аламыз. Ұнды көп қоспаймыз. Қамыр қолға жабысқақ болу керек. Сол кезде қазанның қақпағына жақсы жабысатын болады. Енді қамырымызды екіге бөлеміз. Бетін пищевая пленкамен жауып қоя тұрамыз. Оға дейін қазанның қақпағын қыздырып алуымыз керек. Міне видеода көрсетілгенде қазанның қақпағын 5-10 минут қатты қыздырып аламыз. Одан соң қазанның ішіне тұз себеміз. Енді нанның формасын жасап бастаймыз. Шет-шеттерін баспай, орталарын қатты басып шығамыз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Қолымыздың көмегімен осылай нанның формасын жасап шығамыз. Ортасын шанышқының көмегімен басып шықсаңыздар да болады. Видеода көрсетілгенде нанның арт жақ бетін аударып, су жағып шығамыз. Қолдарыңызбен осылай басып шықсаңыздар болады суды, немесе кисточканың көмегімен жақсаңыздар да болады. Сол кезде осы нанымыз, қамыр қақпақтың бетіне жақсы жабысатын болады. Қатты күш салмай, осылай кішкене қамырымызды қолымызбен бекітеміз. Одан соң шанышқымен ортасын басып шығамыз. Енді жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Кунжут немесе макты қосып, қызып тұрған қазанға 15-20 минутта пісіріп шығамыз. Орташа отта 15-20 минуттың ішінде осындай тандыр нанымыз да дайын болды. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып піседі. Барлықтарымыздың үйімізде осындай қазан бар. Қазанның қақпағында осылай сіздерде қазаннан жасасаңыздар да болады. Суыған соң өте жұп-жұмсақ болады. Сіздермен бірге болған Қарлығаш. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.